Секе Жириновский шовинист, нацистік. Жириновский қайтыс болды, оған не дейсіз дейді. Біріншісі, Жириновский қайтыс болған жоқ. Жириновский өлді. Қайтыс болды деген сөз келген жеріне қайтты дегеннен шығады. Ана бәленше қайтып па үйіне дейді. Себебі сол жерден келді, ол қайтты. Қайтыс болды деп, ол жәннаттан келгендерге айтылады. Сөйтетте ол негізі бәріміз, бүкіл адам баласы, біз тұтас, мен сіз де, біз де, мына жер бетінде бүкіл жүрген 8 миллиард адамда бүкіл осы Қытайыңда бар, Үндісіңде бар, 2 миллиардтан 4 миллиард қалғаны 4 миллиард қалды. Мана бұрынғы өткен ата-бабада бар, біздің бәріміз жәннатта жаратылдық. Қасиетті кітаптарда солай айтады. Біз жәннатта жаратылғанбыз. Енді сол жәннатта жаратылған біз жаңағы жан тапсырған кезде үмітпен айтады. Келген жері жәннат, сондықтан ол жәннатқа қайтты деген бір жақсы тілекпен, жақсы ниетпен содан қайтыс болды деп айтады. Ал енді Жириновскийдің осығанға дейінгі істеген істері, зұлымдығы оның басынан асты. Сондықтан оны қайтыс болды деп әспеттеп, әлде қандай қып құрметтеп айтудың еш керегі жоқ. Ол өлді. Кәдімгі мал өліп қалды ғой, мал өліп қалды. Бір қаңғыбас ит қаңғып жүріп өліп қалды. Бір мал арам қатып өліп қалды, бір есек өліп қалды, бір шошқа өліп қалды жаңағы капустаның түбірін жеймін деп. Со сияқты Жириновский Украинде орыс шовинизмі тасталқан болып жеңілді. Соны көріп, ой, мына қайдан келді. Ара келіп туылдап кетті ғой. Көктем шығып жатыр ғой, мына Вашингтонның көктемі. Сол жанға жайлы көктемде сол есіктің алдында отырып лекция сөйлеп отыр. Сондықтан Жириновский қайтыс болған жоқ. Оны қайтыс болды деп жәннаттан келген, бүкіл адамзат жәннаттан келді. Енді соны жәннатқа барадау дейтін жақсы адамдарға арнап айтамыз. Жириновский өлді, кәдім арам өлген есек, жаңағы уланған картоп жеп өліп қалған шошқа сияқты өліп қалды. Ол күйікпен өлді. Ол орыс шовинизмінің Украинада тасталқан болғанын көріп, Украинаны жаулай алмағанын көріп, ол күйіктен, жүректен өліп кетті. Ол Путинді батпаққа тығып кетті. Путиннің де сол шовинистік ауруыменен жаңағы Путинді шовинистік аурумен ауыртқан сол Жириновский болады. Тағы қандай сұрақ бар?